Сапар үйленеді деген жаңалық ормандағы өрттей қаулап, ауыл арасына тез тарады. Бұл сүйінші хабарға әсіресе Сапардың қос қарындасы Ақылия мен Балзия жүрегі жарыла қуанды. Сапардың алғаш алған әйелі Дананы аты жаман ауру меңдеп, күресе алмаған күйі 3 баланы шейіттей жетім қалдырып, о дүниеге аттанып кеткен еді. Араға жылдар салып Сапар Шырай есімді келіншекпен танысады. Бұрын есік көрген әйел ер адамның бабын қалай тауып, көңілінен шығуды жақсы білетін. Бірнеше рет кездесіп жүріп, Сапар Шырайды ер жетіп қалған 2 ұлымен бірге аламын деген шешімге келді. Екеуі бір-бірінің алғашқы некеден туған балаларын өгейсетпей, бөліп жармай өз баламмен тең көремін деп уәделесіп, барлығы бірге тұратын боп келісті. Боларынан боладысы қызық той бір күнде өте шықты. Шырай Ерзатты мен Нұрзатын алып Сапардың үйіне көшіп келді. Үйге кірген бетте бірден көзге түсетін төрде іліну тұрған Дананың портреті Шырайдың жүрегін бір зырқ еткізді. Бірінші әйелін әлі ұмыта алмағаны ма деген арам ой сумаң етіп, суретті алғызып тастағысы кеп тұрды да, қайтыс болған адамнан қызғанудың жөні жоқ шығар деп сабырға келді. Келе сала заттарын жайғастырып, үйді мұнтаздай етіп тазалады. Тойдан кейін келімді-кетімді кісі көп болды. Шырай бар тәттісін сол қонақтарының алдына тосып, дастарханын жайнатып, Сапардың қас-қабағын бағумен болды. Ақ көкелеп алдына түсіп, құрақ ұшып жүгіріп жүрген жаңа келін кіші қызының қолында тұратын қайын атасының да, қос қайын сіңілісін де, бүкіл туған туыстың да көңілінен шықты. Киімінің мойын ойығы омырауынан дейін түсіп тұратын, сырт келбетіне көп көңіл бөлетін, ақ құбаша келген ажарлы әйел ауылдағы сүр бойдақтардың да аузынан суын құртатын. Той болатын уақытқа жоспарланған еңбек демалысы аяқталып, Сапар қалаға 15 күндік жұмысына кетті. Шырай өзінің 2 ұлы Ерзат Нұрзатқа және Сапардың 3 баласы Ақгүл, Ықылас, Шахназға бас көз боп үйде қалды. Ағасы жоқта жаңа түскен жас жеңгесін жалғызсыратпайын деп Ақылия 2 баласын ертіп қонақ боп келді. Шырай қайын сіңілісі мен жиендерін құшақ жая қарсы алды. Өзі шебер дайындайтын шашпа палауын жасап, тәтті-пәтті әкелуге дүкенге жүгірді. Мол қылып, сүтін қатып, қоюлап, шай ішіп, жеңгелі қайын сіңілі дастархан басында сырласып, ұзақ отырды. Жылы шыраған жеңгесіне Ақылия бар сырын бүкпесіз ашып айтты. Кеш қарайып үйіне кетуге жиналған Ақылияға Шырай қонып кет деп қолға салды. Орталарына жаңадан қосылған Шырайды жақсы көретін жиендері де, «Я, қонайықшы» деп шу ете түсті. Әкелерің ұрсады ғой деген Ақылия балалардың көңілін қимай, оларды бір күнге нағашының үйіне қалдырып, өз үйіне қайтты. Ертесіне үйіне оралған Ақылияның балалары, «Анашым, Шырай әпке керемет кісі екен, тек өзінің балаларына ұрсады, ықыластары қатты жақсы көреді. Шахназ екеуі шулап ойнап жүрсе де, ұрыспай жаным» деп еркелетеді. Ал Ерзат пен Нұрзатты ұрып тастайды деп балалық балаң көңілмен көрген-білгенін айтып келді. Бұл сөз Ақылияны ойландырып тастады. Жұмыс күні аяқталып, Сапар үйіне 15 күнге демалысқа келгенде, Ақылия оларды қонаққа шақырды. Жаңа басталған жұбайлық өмірінің қызықтарын айтып отырған Сапар, Шырай кейде мені көргенде қобалжып кете ме? Әйтеуір 2 жұмыртқа қуырса бір уыс тұз салып береді. Ішінде жұмыртқасы қайсы, тұзы қайсы, ажырата алмай қаласың деп күлді. Оның үстіне өзіне айтсаң бұртиып ренжитінін қайтерсің. Сонда көңілімнен шықпаған нәрсені айтпай жүре беруім керек пе? Сен де әйел затсың ғой, өзің айтшы Ақылия. Ұсақ түйекті сөз қылып қайтесің аға. Жеңгем байқамай тұзы көп салса, сізге деген махаббаты шығар. Осылай Сапар жұмысқа кеткен сайын Ақылия мен Балзия Шырайға кезек-кезек барып, бірде оны өздері қонаққа шақырып, сырлас мұңдас боп жүрді. Бұл кезде Сапар жұмысқа шықпай балаларының тәрбиесімен айналысып үйде отырған Шырайға ермек болсын, әрі бір тиынды екеу қылсақ артық етпес деп, үйінің жанынан азық-түлік дүкенін ашып берген еді. Дүкенді 1 жасқа жетіп қалған екеуінің ортақ баласы Жаннұрдың есімімен атады. Сапар ауылға келгенде дүкенге керек жарағын өзі алып келеді. Ол қалаға жұмысқа кеткен кезде Шырай жанына Ықылас пен Шахназды ертіп,
дүкенге таусылған азық-түлікті базардан үшеуі таситын. Бір күні Шырай Ақлияның үйіне келді. Өңі солғын, жаман хабар әкелген адамдай тұнжырап тұр. Ақлия не ойларын білмей, аяғын жылдам басып шайды отқа қойып, мән-жайды білмекке асықты. Азар болса ағам ренжіткен болар деген ойға келді. Бұрын да әңгіме арасында Шырай ыстық суығымыз басылып қалғандай, қатты ашуланса ағаң мені ұрып, тіпті теуіп тастаған кезі де болды. Бірақ бәрібір менен теріс айналған емес. Қайта кешірім сұрап, түк болмағандай татуласып аламыз деп күліп отырып айтатын. Ақлия түстенуге келген екеуінің жұмысына жөнелтіп, Шырайды әңгімеге тартты. Ой, Еркежан, саған қалай айтарымды, неден бастарымды да білмей отырмын, деді Шырай. Ерзат пен Нұрзат қалаға оқуға кеткен. Соң дүкенге азық-түлік алуға Ықылас пен Шахназды ертіп кетуші едім ғой. Алған тауарларымды көтерісетін күштері болмаса да балалар тірлікке ертерек араласа берсін. Бар жоқтың не екенін біліп, ақшаның оңай келмейтінін ұғып өссін деген ойым еді. Оларға оң тәрбие берем деп жүріп, өзімнің басып бәлеге қалады деп ойламадым. Қысқасы, сауда орталықтарында базарға барған сайын Ықылас ұрлық жасайтынын байқадым. Бір емес, бірнеше рет ұстап алдым. Ұрлығыңды қой, әкең айтамын деп қорқытып та көрдім. Ұрысып та, жай айтып та байқадым. Нәтиже шығарар емес. Не істесем болады? Бір нәрсе ұрлайтындай мен оларды ештеңеден тарықтырып жатқан жоқпын. Не ішем, не жеймін десе дүкенде тұр. Қалағандарын алады. Туған шешесінің қолының сұғағанағы болған деп естуші едім. Қаны жібермейді екен. Әкесіне айтып жағдайды ушықтырмай тұрып, алдымен өзімен ақылдасайын дедім. Ақлия ағасының баласы туралы мұндай әңгіме естимін деп ойламаған. Отырған орнында қалшиды да қалды. Тіпті не дерімді білмеймін. Әкесіне айтпағаныңыз дұрыс болған. Жасөспірім кезге енді жетіп қалды. Ағам қандай жаза қолданарын кім білсін. Ықылас өзіне бірдеңе істеп қойып жүрмесін. Сіз де қыспаққа алмай қоя тұрыңыз. Асықпай ойланып ақылдасып шешейік, деді Ақлия аздап өз-өзіне келген соң. Бір күні Ықылас Ақлияның үйіне алқынып жүгіріп жетіп келді. Білегінен қан тамшылап тұр екен. Ақлия бірден тамырын кеспек болған ғой деп ойлап, жан ұшыра жанына жүгіріп барды. Қолын байланған дәке іздеп, сасқаннан біресе ары біресе бері жүгіріп жүр. Баласы үйден бір мата тауып алып келді. Ықыластың қолын таңып болғаннан кейін ғана Ақлия өз-өзін сабырға шақырды. Білгісі кеп бара жатса да баланы алқымынан алмай не болды деп сұрамады. Байыппен отырып шайын берді. Ішіне ел қонған соң әңгімені Ықыластың өзі бастады. Әпке, мен енді ол үйде тұра алмаймын. Сіздермен бірге тұрсам болады ма? Әрине болады, бірақ неге? Анау Шырай деген менің қолымды пышақпен кесем деп қорқытты. Бүгін қатты ашуланып кесе алмайсыз деп едім, міне тіліп тастады. Ол айтқанын тыңдайтын Ақгүлді ғана ұрмайды, оған тек ұрсады. Ал Шахназ әлі кішкентай ғой, кейде не айтқанын ұмытып кетеді. Сондай кезде оңдырмай сабайды. Қарындасымды қорғаймын деп мен де таяқ жеймін. Екеумізді даладағы жетханаға қамап қояды. Бір күн бойы шай тамақ бермейді. Әкем үйде болған 15 күн ғана өмір, ол кезде ана жалмауыз кемпір өзгеріп кетеді. Бізді өтірік құшақтап сүйіп еркелетеді. Әкеміз жұмысқа кеткеннен бастап үйіміз түрмеге айналады. Ешкім артық сөйлемейді, күлмейді. Тіпті диванға да отырғызбай, бетіне пакет төсеп қояды. Біз кірмесін деп барлық бөлменің есігін кілттеп тастайды. 6 бөлмелі үйде емес, 1 бөлмелі үйде тұрамыз біз. Бәріміз ас үйде шай ішіп, сол жерде ұйықтаймыз. Бірдеңе болса оқтауын ала жүгіреді. Кеше Шахназға дысты дұрыс жумадың деп айқайлап, ұзын шашын тақырлап алып тастады. Әкеңе шашыңа бет түсіп кетті деп айтасыңдар, деді. Шашына тимеңіз деп араша болып ем, маған сен әкеңе ұры деп айтамын, дейді. Ал негізі ұрлықты өзі жасатады. Күн ыстық болса да әрең жеңі ұзын киім кигізіп алып барады. Әр дүкенге кірген сайын шампунды жеңіне салып ал, төс қалтаңа колбаса салып алып шық деп көп зат ұрлатады. Қарсылассаң үйге келген соң аямайды. Осы уақытқа дейін неге айтпадың? Біреуге айтсаң одан ары қиналасың, деді. Әр нәрседен ілік тауып Шахназ екеумізді күн сайын қорлайды.
Мені енді ол үйге жібермеңізші, өтінем. Ақлия ұзақ ойланады. Шырайды сотқа беріп аналық құқынан айырғысы келді. Алайда інісінің сөзіне өзі кәміл сенгенімен, оны құр сөзбен айтып ешкімге дәлелдей алмайтынын түсінді. Талай таңды көзбен атырып бір-бірінің үйіне қонғанда сыр шерткіскенін, айтқан сөздерін есіне түсірді. Сонда Шырай, ағаң мені қанша ұрып соқса да басқа ешкімге кете алмайды дегенді жиі айтады. Басқаларға мойын бұрмасын деп өз күйеуіне өзі дуа жасататындар бар екен. Ақлия бұрыннан естуші еді. Осы жағдай ойынан кетпей басқа малы қалмай бақсы балгердің есігін аралап кетті. Ойлаған алдына айда келді. Бәрінің айтатыны бір жауап. Күйеуіне жасаған дуаның қуаты күшті. Біз қайтара алмаймыз. Енді Ақлияның бар ойы дуаның күшін жоятын адам табу. Әйтпесе басы айналған ағасы бұлардың сөзіне сенбей қатынын жақтайтынын балгерлердің өзі айтты. Әркімнен сұрастырып жүріп көрші ауылда сондай адам бар деп естіді де дереу жолға шықты. Алдына кіріп еді, әлгі кісі болған жайдың бәрін өзі айтып берді. Тек бұл емес, ол сенің үйіңнің айналасына бір уыс тұз шашып, дуамен жолыңды жауып тастағысы келген. Сіздерге тағы да орны толмастай қиянат жасауы мүмкін, деп дуаның күшін қайтарғандай болады. Сапар жұмыстан келген соң Ақлия ықыласты ертіп ағасына бар шындықты айтуға келді. Ал Сапар әдеттегідей Шырайдың шыбын жанын шықыратып сабаудан ары аса алмады. Ажырасып кетейін десе кешеді, арада баланы қимады. Оның не жазығы бар деп ойлап таңдаудан қателескеніне бармағын шайнады. Онсыз да 3 баласы шешесі жоқ шын жетім еді. Енді тағы бір баласын тірі жетім еткісі жоқ. Ұлы ықылас енді Шыраймен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын айтып, Ақлия әпкесінің үйіне көшіп барды. Айлар аунап, жылдар жылжып болған жайттар біртіндеп ұмытыла бастағанда Сапардың әкесі дүние салды. Жаназасын шығарар күні Шырай ғана қайын атасының қазасына қайғырып жылай алмады. Бәрін білгіш қатындардың арасында атасына о беріп өлтіргенде Шырайдың өзі-ау деген пыш-пыш әңгіме тарады. Мұның да өтірік шынын ешкім дәлдей алмады. Ақгүл бой жетіп теңін тауып тұрмысқа шығып кетті. Ал Шахназ әпкесінің жолын қуып тезірек біреуді тауып етегінен ұстасам деген арманмен құлдықта жүргендей күндерін өткізе берді. Ықылас ер жетіп үйіне келін түсірді. Шырай оны да сыйғызбай баласымен бірге Балзияның қолында тұруға жіберсе де, ағайын туыстың алдына аяулы әже рөлін ойнаудан шаршамады.